Әже, бүгін міне балаңыз түгел тағы. Алыстағы жақындар да кеп қалды. Өзіңізге арналған бұл бір кеште көзіміз төр жақтарға алаңдады. Әділбекова Мария Нұғманқызы. Әжеміз 1936 жылы сәуір айының 28 жұлдызында Семей облысы Көкпекті ауданында дүниеге келген. Әкесі Ұлы Отан соғысының ардагері, 8 балалы жанұяның отағасы Нұғман Әділбекұлы. Анасы жерлестері құрметті ана атанған Зайра Оқапқызы. Әжеміз үйдің үлкені болып, бауырлары мен туған туысқанына қамқор, ағайындының ынтымағын сақтай білген абзал жан болды. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді өмірлік қағида деп білетін. Осындай көп балалы отбасының перзенті болған Мария әжеміз Көкпекті ауданы Максим Горький атындағы қазақ орта мектебінде оқып, 1955 жылы ойдағыдай аяқтайды. Терең білім мен жан-жақты дайындықтың нәтижесінде Семей қаласындағы медициналық институтқа жақсы бағамен қабылданады. 4 курсты оқып аяқтағаннан кейін тұрмысқа шыққандықтан оқуын бірер жылға тоқтатуға тура келеді. Жұбайы сол жылдары Қазақ ұлттық университетін жаңа бітірген жас журналист, лейтенант шені бар Қалматаев Мұрат Дүйсенбіұлы болатын. Мұрат атамыз елімізге белгілі саяси қоғам қайраткері, ауған соғысының ардагері, ішкі істер министрінің орынбасары, саяси басқарма төрағасы, министрліктің академиясының профессоры, милиция генерал-майор қызметтерін атқарған. Осылайша бір мектептің табалдырығында тәрбиеленіп, Көкпектінің қасиетті топырағын бірге басып өскен екі жас 1958 жылы қол ұстасып отау құрады. Отбасылық өмірге аяқ басқаннан кейін де Мария әжеміздің оқуға деген құштарлығы өшпеді. Медициналық институтта сырттай оқу түрі болмағандықтан, Семей педагогикалық институтының биология факультетін сәтті тәмамдап, ұстаздық білім алып шығады. Алғашқыда Көкпекті, Жарма аудандық емханаларында медбикелік қызметтер атқарады. Педагогикалық институтты бітіргесін орта мектепте ұстаздық тәжірибеден өтті. Кейін Семейдегі қалалық білім бөлімінің қызметкері, Орал қаласында облыстық мәдениет бөлімінің инспекторы, Алматы қаласында арнайы мектеп директорының орынбасары және жастар кітапханасының қызметкері болып жұмыс істеді. Еңбек еткен әр қызметінде әжеміз адалдық пен тиянақтылықты қатар ұстап, жұмысқа аса жауапкершілікпен қарайтын. Еңбек жолынан бөлек әжеміз 5 баланы өмірге әкелді. Атамызбен бірге ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, үлкен өмірге қанаттандырды. Айгүл мен Сәуле қыздары ұстаздық саланың мамандары болса, Ермек ұлы заңгер, техникалық инженер, кіші ұлы Нұрлан мен кенже қызы Жанна заң мамандығының иелері. Құда 1000 жылдық демекші, әжеміз құдалармен арадағы сыйластыққа ерекше мән беретін. Әр құдасын төрінен түсірмей, жақын туыстай көріп, қарым-қатынасты қадірмен ұстай білді.
кең жүрегінде әр жақыны мен жора жолдас танысына бөлек орын табылатын. Әжеміздің дос жарандары, көрші қолаңы оны ашық мінезі мен ақ көңілі үшін аса құрметтейтін. Қай ортада болсын, әжеміз сыйлы, сөзі өтімді жан еді. Оның аналық жүрегі ешкімді бөліп жармады. Бәріне бірдей махаббатпен қарайтын. Күйеу балалары мен келіндерін жүрегімен қабылдап, баласындай жақсы көрді. Келінін қызындай еркелетіп, күйеу баласын ұлындай бауырына басты. Алпыс жылға жуық өмірлік серігі болған Мұрат атамыз 2016 жылы өмірден өтсе де, әжеміз мойымай, қара шаңырақтың отын өшірмек. Атамыздың артынан әулетінің бірлігі мен тұғырын сақтай білді. Уақыт өте келе, әжеміз балаларынан немерелерінен шөбере сүйді. Жанұясының ақылшысы, берекесінің ұйытқысы болды. Тоқсанға таяған ғұмырында ол сүйікті жар, ардақты ана, қамқор әпке, жанашыр жеңге, аяулы әже және құрмет тұтар тұлға бола білді. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің, мақсатына көздеген. Жылы сөздерің жүрегімде, өзің барда бұл өмірде, жалын биік өзгеден. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Қолыным менің құлама деп, құласаң да жылама деп, бақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде өнім шықпас, ат үстінде жаяумын. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Анашымай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Әжеміздің тасыған мейірімі мен махаббаты бәріне пана болатын. Бала көңілімізде оның жылы мінезі, жарқын жүзі, ақылға толы сөзі мен еркелеткені үлкен сағынышпен есте қалады.
әр баласының амандығын тілеп, алақан жайып сұраған дұға тілегі енді бізге жетіспейтін болады. Жанарың қандай сенің жып-жылы, мама, көзіңе малынғандай күн нұры, мама, жанымның мәңгі солмас бір гүлі, мама, мама, өзіңсің күн нұры, мама, өзіңе жазылмаған ән бар ма, мама, көзілген таңды жалғап таңдарға, мама, дәл сендей түсінетін жан бар ма, мама, мама, түсінер жан бар ма, жүректен жазылатын ән шырағым, жанымды жылытатын жан шуағым, мамашы маматайым таң шынарым, жан шуағым, аяулы анашым. Мама, мен үшін жан жүрегің езілген, мама, өбейін мөлдіреген көзіңнен, мама, сарқылмас махаббатты сезімге, мама, мама, жүрегі езілген, жүректен жазылатын ән шырағым, жанымды жылытатын жан шуағым, мамашы маматайым таң шынарым, жан шуағым, аяулы анашым. Жүректен жазылатын ән шырағым, жанымды жылытатын жан шуағым, мамашы маматайым таң шынарым, жан шуағым, аяулы анашым. Әжеміз өмірден өтсе де, артында қалған ұрпағының жүрегінде мәңгі өмір сүреді. Ол кісінің жылы жүзді бейнесі жадымызда сақталып, ақ батасы әрдайым жолымызды ашып тұрады. Жанымды жылытатын жан шуағым, мамашы маматайым таң шынарым, жан шуағым, аяулы анашым. Жүректен жазылсын жаным, сендердің барлықтарың бақытты болып, бай болыңдар. Бай дегені енді байып кетіп, бәрінен де денсаулық берсін, Аллам, дендерің сау болып, жұмыстарың жемісті болып, туған туыстарың, папаларың, мамаларың, барлықтарың, міне жандарыңда қандай тамаша. Барлықтарыңа амандық бер, денсаулық бер, барлықтарың осы қуаныштарың бітпесін, әр уақытта қуаныштарың мол болып, бірлеріңді сыйлап, әр уақытта тату, тәтті, құрметті біріңді сыйлап, махаббаттар бәрі аман болып, жақсылық болсын осы деп.